Қайнап тұрған суға шай қосып, үлкен көлемде магазиндерде сатылып тұратын макси чай дайындайтын боламыз. Енді магазиннен мүлде сатып алмай, өзіңіз үйде үлкен көлемде жасап қойсаңыз болады. Бізге 5 литр су қажет болады. Қақпағын жауып, оттың астын қосып, қайнатамыз. Қайнағанша 1 лимон, 1 апельсинді турап аласыздар, және лайм қажет болады. Макси чайдың түсін, дәмін келтіретін Beta Kenya Dream Gold шайын пайдаланып жатырмын. Қара түйіршіктелген кениялық шай, құрамында бояғыштар мен дәмдеуіштері жоқ, тропикалық шай. Қайнаған суға осылай батырып алып түсін келтіресіздер. Үстіне набат, турап алған барлық көкөніс, лаймдарды қосып, жақсылап араластырып, оттың астын өшіріп, бетін жауып 5-6 сағатқа қалдырасыздар. 5-6 сағатта тұнып, барлығының дәмі суға келіп, енді керемет болады. Сүзіп алып тастайсыздар, немесе осылай мен сияқты ыдысқа құйып алсаңыздар болады. Жасап көріңіздер, өте тамаша дәмі. Парақшам сіздерге пайдалы. Міндетті түрде Instagram парақшама тіркеліп, подписация батырмасын басып, қосылып алуды ұмытпаңыздар. Қыздар, міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар, рецепті сақтап алыңыздар. Сіздермен болған Назерке.